Жер учаскелерін 2 жылдың ішінде мақсатты пайдаланбай келген жалға алушылардан оны мәжбүрлі түрде алып қою керек. Өңірлік даму министрлігі осындай ұсыныс жасап отыр. Жер кодексіне түзетулер енгізу қазір мәжілісте қаралуда. Министрліктегілер әдетте бөлінген жердің дені игерілмей қалып жатады дейді. Жер ресурстары комитеті 2 жылда жүргізген мүлікті түгендеу кезінде тек Астананың өзінде 15 мың гектар жердің пайдаланылмай жатқанын анықтапты. Мы хотим дать возможность акиматам. Біз әкімдіктерге жер учаскелері пайдаланылмай жатқан жағдайда жер учаскесін жалдау шартын бір жақты бұзу мүмкіндігін бермекпіз. Егер жер пайдаланылып жатса, онда азаматтардың қандай құрылыс болатынын, не өсірілетінін көрсету мүмкіндігі бар. Қайырбек Өскенбаев еліміздің барлық өңірлерінде жерге ревизия жасалып жатқан атап өтті. Астана маңындағы аумақ баса назарда. Естеріңізге сала кетейік, қараша айында Ақордада өткен жиналыста елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елорда маңындағы жер мәселесінде тәртіптің жоқтығын айтқан еді. Адамдар учаскелерді өздері иемденіп жатыр. Сондықтан жер телімдерін алуға мораторий жарияланды. Вице-министр Қайырбек Өскенбаевтың мәліметінше, бүгінде Астана мен оның айналасындағы 30 шақырымдық аумақтан жер алу кезегінде 150 мыңнан астам адам тұр.